діни көзқарастағы яссауишілерді соттады. 11-12 адам. Ең болмаса дұрыстап бап айыптау тағу керек. Сонда дін аралық араздықты қоздырған салафиттер менен уахабистерге қарсы сөз айтқан дейді. Бірінші, бұлар яссауидің жолын ұстанған дейді. Егерде сол сот өзі Қазақстан тәуелсіздігін, ұлттық рухани бостандықты мойындайтын болса, онда біз соны көнеден кеңес өкіметі тыйым салмаған яссауи ғылымын соттап отырмын. Онда яссауи ғылымын бүкіл Қазақстанның қозғалысынан алып тастау керек. Ұлтшылдықты қоздырады, діншілдікті қоздырады деп ең бірінші яссауидің ғылымын жою керек. Жоқ, біз оны жоғарғы оқу орындарында оқып жатырмыз. Онда оны неге соттайды? Ал бүкіл мемлекет болып, дүние жүзі болып, салафиттер мен уахабистермен күресіп жатыр. Оларды террорлық діни ағым дейді. Енді ол екеуін сынаса, ол неге дін араздығын қоздырады? Қалай қоздырады? Ал мемлекет сол екеуімен күресіп отырса, онда сол мемлекеттің орнына күресіп отырған адамдарды неге сотқа тартады? Неге соттайды?